Сәлем достар! Бүгін біз түрік халқының сүйікті тағамдарының бірі жасымық сорпасын бірге дайындайтын боламыз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдымен жуып тазаланған жасымықты салып, үстінен 1 литр суды құйып, шым-шым тұзымызды салып, 15 минут қайнатып алатын боламыз. Бөлек табаға сұйық майымызды құйып, сарымсақ, пияз, сәбіз бәрін бірге жақсылап қуырып, үстінен қызанағымызды салып, үстінен 2 ас қасық томат пастасын салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей осылай әдемі болып қуырылды. Үстінен шым-шым тұзымызды салып, азғантай ғана суымызды құйып, 15 минутқа бұқтырып алатын боламыз. Мінекей біздің жасымық сорпамыз жартылай дайын болып қалды. Сорпаға және қоюын бұқтырып алған жаңағы пияз, сәбіз, қызанақтарымызды салып, араластырып, блендерден өткізетін боламыз. Және де осы жасымық сорпасы осы рецептпен дайындасаңыздар сіздерге өте қатты ұнайды, себебі бұл рецептте құрақ мята және 1 лимон шырыны қосылады. Мята тамағымызға хош иісті, ерекше дәмді беретін болады. Сол үшін міндетті түрде осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Мінекей біздің қою, хош иісті, дәмі керемет жасымық сорпамыз дайын. Ас болсын. Бар жоғы 40 минутта дайын болатын дәмі ерекше, дәмді жасымық сорпамыз дайын. Сіздермен болған Ақбота.